Қайырлы күн достар, кезекті шығарылым. Бұл жолы қазіргі таңда өте өзекті мәселе бұл су тапшылығы жайында. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қазіргі таңда елімізде қуаңшылық алып жатыр. Жалпы су мәселесі соңғы жылдары тек қана біздің Қазақстанда емес, мына орталық Азия елдерінде де көп көтеріп жүрген мәселе, тіпті әлемдік деңгейде шығып жатқан мәселе. Орталық Азияда болып жатқан көптеген қақтығыстар осы су мәселесіне байланысты шығып жатыр. Осы жөнінде кеңірек талқылау үшін мен саясаттанушы Асхат Хасенғалиді осы бағдарламаға тағы да шақырған болатынмын. Осы жөнінде білгіңіз келеді. Асхат мырза, қалыңыз қалай, жақсы ма? Жалпы мынау орталық Азиядағы су мәселесі жағдайы қазіргі кезде қандай деңгейде, қандай жағдайда? Армысыз Есен аға, қалыңыз қалай? Өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз. Қазіргі таңда біздің қоғам үшін нағыз талқылануға тиіс, биік мінберлерден айтылуға тиіс бір мәселе болса, ол осы су мәселесі. Неге? Себебі біріншіден еліміздің батыс өңірінде, Қызылордада және жалпы елімізде су тапшылығы биыл қатты білінуде. Осының өзі тақырыпты өзекті етіп отыр, яғни талқылауға тиіс тақырыптың біріне айналдырды. Күн тәртібінен түспеуге тиіс тақырып осы. Енді орталық Азияда қазіргі таңда су мәселесіне келетін болсақ, өкінішке орай орталық Азияда су мәселесі жыл өткен сайын ушығып келе жатыр. Яғни су тапшылығы әрбір жыл сайын қатты білінуде. Неге? Оған екі фактор әсер етуде. Бірінші фактор ол адам санының артуы, яғни орталық Азияда халықтың саны артып келе жатыр. Халықтың саны артқан сайын суды тұтыну деңгейі де арта береді. Бұл бір. Екінші фактор бұл мына әлемдік деңгейдегі болып отырған проблеманың бірі, яғни ауа райының, климаттың өзгеруіне байланысты мына құрғақшылық жоғары деңгейде көтеріліп келеді және жаңағы өзен көлдердің таусылып қалуы, сарқылып қалу мәселесі көрініп отыр. Яғни бұл жерде мұздықтардың да еріп кетуіне байланысты болып отырған бұл бір мәселе. Сондықтан орталық Азияда қазіргі таңда су мәселесі өткір тұр. Бұл жерде тағы бір айта кететін дүние, бұл орталық Азиядағы халықтың айналысатын шаруашылығына байланысты. Яғни біз білеміз, орталық Азия мемлекеттері өкінішке орай ащы да болса шындық осы экономикалық деңгейінен даму деңгейі артта қалған. Яғни біз суды қолдану кезінде бір айтарлықтай жоғары технологияларды қолданбаймыз. Бұрынғы бір сонау дәстүрлі кезеңнен қалған, яғни өзеннің басына бөліп алып, көлдің басына бөліп алып суару немесе мал шаруашылығына қолдану сынды ескі технологияларды қолданамыз. Бұл өте көп деңгейде суды қолдануды қажет етеді. Сондықтан да судың тапшылығы біз орталық Азия елдерінде артып келе жатыр. Және өздеріңіз білетіндей, орталық Азия мемлекеттерінің бір шамасы оның ішінде мақтамен айналысады, мақта шаруашылығымен, және күріш егетін аймақтарда бар біздің аймақта. Осы 5 мемлекеттің ішінде бұл да суды өте көп деңгейде қажет ететін жаңағы шаруашылық түрі болғандықтан, мына қуаңшылыққа байланысты да судың көп басым бөлігі осы шаруашылықтар кетіп қалып жатыр. Және тағы бір атай кететін мәселе, және бұл өте осы аталған мәселелердің ішінде ең бастысы шығар, яғни 5 мемлекеттің ішінде су ресурстары әділетті түрде бөлінбеген. Енді бұл жерде табиғаттың өзінің әсері бар. Яғни орталық Азияда 5 мемлекеттің ішінде Қырғызстан мен Тәжікстан су ресурстарына мол мемлекеттер саналады. Өйткені таулы аймақта тұр, және орталық Азиядағы көптеген өзендер, ірі өзендер дәл осы екі мемлекеттен бастауын алады. Ал солтүстікке қарай, яғни орталық Азияның солтүстігіне бағытында орналасқан Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан дәл осы екі мемлекеттен келетін өзендерді қолдануға мәжбүр, яғни трансшекаралық өзендерді қолдануға мәжбүр. Осы негізде екі мемлекетте су көзі көп, ал үш мемлекетте су аз. Сондықтан бұл үнемі мемлекеттер арасында бір напряженность, шиеленістің пайда болуына және ушығуына әкеліп отыр. Екінші жағдайдан саяси сауда мәселесіне де айналып кетті осы су мәселесі орталық Азияда. Сондықтан қазіргі таңда қорыта айтқанда орталық Азияда су тапшылығы қуантарлық жағдайда емес, жыл өткен сайын шиеленісіп келеді, және өкінішке орай бұл шиеленіс алдағы 5-10 жыл ішінде тек қана сөз жүзіндегі қарама қайшылықтан бір іс жүзіндегі тіпті дипломатиялық, экономикалық қысым көрсету мемлекеттердің негізінде жүзеге асып кетуі мүмкін. Жыл сайын Қырғызстан, Тәжікстан,
осы су мәселесін қыста бір және жазда бір көтеріп қалады және бұны кішкене саяси саудаға айналдыратын секілді. Дәл солай, келісуге болады. Неге? Себебі бұлар экономикасын осы бір су мәселесі арқылы реттеп алғысы келеді. Енді толыққанды әрине 100% оны реттеу мүмкін емес екендігін түсінеді, бірақ бір саяси саудада жаңа Қазақстанға, Өзбекстанға, Түркменстанға қысым көрсету рычагы ретінде қолданылады. Мысалы, алып қарайтын болсақ, жай ғана Қырғызстанның өзін алайық, бізге Жамбыл облысымен шекараласады, яғни сумен талас көбінесе осы Қырғызстан арқылы келетінін білеміз. Яғни жаз уақытында ауыл шаруашылығына су көп қажет сәтте Қырғызстан суды жібермейді. Көп жағдайда келісімдерге қарамастан суды бөгеп алады, уақытына кешіктіріп береді. Соның нәтижесінде салдарынан біздің Жамбыл облысында, жалпы оңтүстіктегі шаруашылыққа біршама зиян келтіреді. Яғни бұл мәселені шешу үшін олар қосымша жеңілдіктер сұрайды, шекаралық мәселелерді реттеуге қатысты, немесе экономикасына бір инвестициялар құюды қалайды. Яғни осындай бір саудаға қолданғысы келеді. Ал қыс уақытында керісінше олар суды көп көлемде ашып жібереді де, судың біздің аймаққа жайылып кетуіне де 2010 жылдар аралығында біз куә болғанбыз. Яғни осындай бір саяси шантаж деп айтсақ болады, саяси қысым көрсету ретінде қолданып келе жатыр. Және бұл тәжірибе шындығына келгенде олар үшін аз уақытта эффективті болғанымен, ұзақ уақытты деңгейде мемлекеттер арасында шиеленіс тудыруы мүмкін. Мысалы, Қазақстан бұған дейін, яғни Қырғызстанға жаңа су мәселесінде жұмсақ позиция ұстанып келсе, соңғы уақыттары егер де Қырғызстан дәл осындай қиқарлық мінезін қоймаса, онда шекараны жауып тастау қажет деген сынды ұсыныстарды айтылып келе жатыр. Яғни біздің де бұл мемлекеттерге көрсететін өзіндік бір қысым көрсете алатын рычагтарымыз бар, саяси давление жасай алады, қысым жасай алады. Сондықтан бұл мемлекеттердің арасындағы напряжениені арттыра беретін дүние. Сонымен қатар осы Қырғызстанда да, Тәжікстанда да Ресейдің көмегімен бірнеше су қоймалары тұрғызылды. Бұның астарында не жатыр? Яғни осы су қоймалары арқылы Ресей өзінің кішігірім болса да саясатын жүргізіп отыр ма? Бұл біріншіден Ресей тарапынан бір осы мемлекеттерге құйылған инвестиция ретінде қарастырылады. Бірақ енді екінші тұрғысынан қарайтын болсақ, саяси көзқарас тұрғысынан қарайтын болсақ, бұл осы Орта Азия мемлекеттерінің ішінде қағылған сынаны одан сайын қаға берудің бір мәселесі. Яғни осы Орта Азия мемлекеттерінің арасында ортақ су мәселесін шешуге қатысты шешім болмауға тиіс. Егер ол шешім бар болатын болса, онда Орталық Азия мемлекеттерінің арасындағы өзара байланыс, интеграция деңгейі жоғары деңгейге шығып кетеді. Әрине оны Мәскеу қаламайды. Сондықтан қандай да бір қарама қайшылықтардың бола берген дұрыс деп санайды. Осы бір мәселеде су қоймаларын салу, немесе жаңағы ГЭСтар дейді ғой, өзендерге жаңағы электр энергиясын өндіретін ГЭСтарды салу мәселелерін Ресей ұсыныс жасаса, бір қызығы бірден қолдап шыға келеді. Яғни оның астарында әрине бұл Қырғызстанның немесе Тәжікстанның мәселесін шешіп берейік деген достық пиғылдан бөлек дәл осындай бір саясат жатыр деп түсінсек те болады. Сырдария түсінікті, ол Өзбекстан арқылы өтеді. Амудария бір бөлігі Түркменстанның шекарасымен өтеді. Кезінде осы Қарақұм каналын салып, жаңағы кеңестер одағы кезінде үлкен жаңағы жоба болды. Қазіргі таңда сол Амударияның көп суын жаңағы Қарақұм, яғни Түркменстан қолданады. Жалпы Өзбекстан мен Түркменстанның арасында осы жөнде қайшылық бар ма? Өзбекстан мен Түркменстанның арасында су мәселесіне қатысты айтарлықтай қайшылық жоқ. Бірақ соңғы уақытта біз көріп отырмыз, әсіресе Түркменстанда қуаңшылық соңғы мына 2 жылда қатты белең алып келе жатыр. Бұл дегеніміз Өзбекстан тарапынан қандай да бір деңгейде су аз көлемде жіберілетін болса, яғни бөгеп алу, су қоймаларын салу процестері басталатын болса, онда жаңағы Түркменстан тарапынан жаңағы қарсылық пайда болады. Сондықтан бұл деңгейде алып қарағанда алдағы уақытта шиеленістердің болып қалуын жоққа шығаруға болмайды. Содан кейін енді бұл екі өзен барып құятын жері Арал теңізі. Аралдың проблемасы бұл әлемдік деңгейдегі проблема.
осы 5 елдің ішінде ең көп осы арал проблемасын қозғап әлемдік деңгейге шығарып жүрген ол Қазақстан мен Өзбекстан. Соңғы кезде қандай шешімдер болып жатыр, қандай деңгейде болып жатыр? Бір қызықты факт айтайын осыған қатысты. 2008 жылы ма, 2006 жылы ма қателеспесем, Дом деген әлемдік деңгейде деректі фильм түсірілді. Үй деген деректі фильм түсірілді. Онда 130-дан астам мемлекетті көрсетеді. Яғни су мәселесіне қатысты бұл деректі фильм, бұл әлемде үлкен резонанс шу тудырған ақпараттық фильм болды деп айтсақ болады. Сонда әлемнің деңгейінде осы адамзат өмір сүретін 5 құрлықта су мәселесі қалай шешіліп жатыр деген мәселені көрсетеді. Соның ішінде ең қызығы мені таңғалдырғаны ол арал мәселесін көрсеткен кезде жаңағы көптеген мемлекетке қатысты негативті айтып келеді, жаңа деректі фильмде арал мәселесіне келген кезде Қазақстанның біршама жетістіктерге жеткенін атап өтеді. Яғни аралды қалпына келтіру жолында Қазақстан өте үлкен үлес қосты деп сондай бір негізде көрсетеді. Егер көрермендер қарап отырса, сол фильмді уақыттары болса көруге ұсыныс беремін. Ал дәл осы кезеңде Қазақстанның жетістіктерін атай отырып, Өзбекстанның кемшіліктерін атап кетеді. Яғни бұл жерде айтатын болсақ, Өзбекстанға Қазақстанға қарағанда экономикалық жаңа деңгейіне байланысты көбірек гранттар бөлінген халықаралық ұйымдардан, яғни арал мәселесін қалпына келтіруге қатысты. Бірақ Өзбекстандағы жаңа жемқорлық және ақшаны дұрыс игермеу деген сынды фактілердің нәтижесінде ол гранттар түбегейлі нәтиже бермеген дейді. Яғни айтылған қоймаларды салу, бөгеттерді салу, өзендерді бұру секілді, немесе ауыл шаруашылығында мақта өндірісіне жаңа бір суды басқа технологияның негізінде жеткізу мәселелерді шеше алмаған, немесе жақшаның тырнақшаның ішінде айтқанда шешпеген. Ал Қазақстан керісінше аралдың қалпына келтіруге қатысты су қоймаларын салуға, өздеріңіз білесіздер, бұл бірнеше су қоймасын салды, ірілі ұсақты, және сол маңдағы адамдардың, халықтың өмір сүруіне қандай да бір деңгейде болса жағдай жасалды деген мәселеде осы бір деректі фильмде көрсетеді. Осы деректі фильмнің өзіне қарай отырып, біз бұл мәселеде қаншалықты жұмыс жасалып жатқанын көрсек болады. Неге? Өйткені яғни Қазақстанға аралды қалпына келтіру өте маңызды. Біз білеміз, оны толыққанды бұрынғы енді жаңағы балығы тайдай жаңа тулаған аралды қалпына келтіре алмасақ та, бірақ экономикалық тұрғыдан сол өңірді қамтамасыз ете алатын, балық шаруашылығымен қамтамасыз ете алатын, халықтың басқа өңірге көшіп кетіп урбанизация процесін арттырмайтындай деңгейде ұстап тұру үшін үкімет тарапынан жалпы бірқатар шаруалар атқарылып жатыр. Ал өкінішке орай Өзбекстанда бұл қадамда да жұмыстар жоқ деп айта алмаймыз. Бар, бірақ Қазақстанның деңгейінде емес, жоғары деңгейде емес. Неге? Себебі Өзбекстанның бірқатар аймағы сол аралмен шектесетін әлі күнге дейін мақта шаруашылығымен айналысады. Ал әлемдік қауымдастық Өзбекстанға бұл мәселеде аралды келген кезде, қозғаған кезде айтқан болатын. Яғни біріншіден мақта шаруашылығымен айналысқан кезде мақта шаруашылығына бөлінетін суды жаңа технологиямен суару, екіншіден мақта шаруашылығына бала еңбегін қолданбауға қатысты. Яғни бұл уже бұл деңгейде Өзбекстанға аралдың мәселесіне келген кезде адам құқығы, гранттарды дұрыс пайдаланбау және тағылар деген сынды айыптаулар батыстық тараптан өте жиі айтылып келе жатыр. Жақсы, түсінікті. Қазақстан тек қана орталық Азия елдерімен шектеспейді, сонымен қатар Қытаймен және Ресеймен. Бұл елдермен де бізде су мәселесі өзекті мәселе. Қытай көптеген біздің өзендердің бастауы осы Қытайдың территориясынан алады. Қытай бірден жаңағы суды тоқтатпаса да кейбір проблемалар шығып жатыр. Жалпы осы екі елмен арасындағы су мәселесі қай деңгейде? Бұл өте жақсы қойылған сұрақ. Әсіресе осы Қытай мәселесімен сауалды талқылау қажет. Біріншіден осы Қытай мәселесін кеңірек айтуға рұқсат етіңіз. Яғни бізде өзіміз білетіндей Қытай ол ірі екі өзенді, жаңа біз Қазақстанға ағып келетін ірі екі өзеннің бастауында тұр. Біріншісі Ертіс өзенін өздеріңіз білесіздер. 3 ірі қаланың жаңағы қала арқылы ағып өтеді. Ол Семей, Өскемен және Кереку. Бұл 3 ірі қалада 1,5 миллионға жуық халық өмір сүреді. Қосып алғанда, яғни осынша халыққа жаңағы өмір сыйлап отырған, осынша халықтың
жаңа өміріне әсер етіп отырған, қаланың өмір сүруіне әсер етіп отырған өзен. Бұл бір. Екінші өзен ол Іле, яғни Іле ол Балқашқа құяды, өздеріңіз білесіздер. Іле де сол жаңағы Қытайдан бастауын алады. Енді бұл жерде өте үлкен қауіп ол қандай? Осы екі өзенде соңғы уақытта тартылып келе жатыр, деңгейі түсіп келе жатыр. Неге? Себебі Қытайда жаңағы жаңа саясат жүзеге асуда. Бұл екі өзеннің де бастауы сол Шығыс Түркістаннан бастауын алады. Ал Қытайдың үлкен бір жоспары бар. 2049 жылға дейін Шығыс Түркістанда 100 миллионға жуық халық тұрады деген жоспар енгізіп тастаған. Қазір Шығыс Түркістанда 30 миллионға жуық халық тұрады. Алдағы уақытта бұл халық деңгейі 3,5 есе асатынын көріп отырмыз. 2049 жыл Қытай Республикасының 100 жылдығы, дәл осы кезеңде олар Шығыс Түркістанда 100 миллион халықпен атап өтеміз деген жоспар қойып тастады. 49 жылға дейін бар жоғы 30 жыл қалды. Алып қарасақ, егер де біз қазіргі таңда Қытаймен белгілі бір келісімдерді жасап алмасақ, онда біздің жағдайымыз өте күрделі болады. Неге? Себебі біріншіден Шығыс Түркістандағы халық санының артқан сәтте суды қолдану деңгейі де бірнеше есе артады. Өйткені халық көбейген сайын ауыл шаруашылығы бар, кәсіпорындарды ашу бар, зауыт, фабрика өндірістері көбейеді, сәйкесінше суды қолдану деңгейі де көбейеді. Бұл дегеніміз Қара ертістің бойында Қытайдағы дамбалар, су қоймалары, ГЭС-тар салынуы артады деген сөз. Қазірдің өзінде бейресми деректер бойынша Қытай тарапынан ертістің бойында 13 үлкен су қоймасы салынған және 130-ға жуық кішігірім ГЭС-тар салынған. Бұл деген өте көп жаңағы өндірістер болып табылады, суды бөгеу болып табылады. Ілеге де дәл сол сияқты Іленің бойында 6 ірі Қытай тарапынан жаңа қоймалар салынып тастаған. Егер де бұл келісімдер біз жасап алмасақ, және Қара ертіс пен Іленің тартылуына бір қандай да бір кедергі бола алмасақ, онда біз үлкен экологиялық катастрофаның алдында тұрмыз. Апаттың алдында біріншіден Балқаш аралдың күйін кешетін болады. Қазірдің өзінде соңғы 50 жылда Балқаштың деңгейі түсіп кеткен, ғалымдардың айтуы бойынша ол бір 5 метрге дейін түскен. 5 метр дегеніміз бірнеше шақырымға дейін шегініп кетті деген сөз. Бұл бір. Екіншіден, ертіс тартылып қалса, онда Шығыс Қазақстан облысы, Солтүстік Қазақстан, яғни тұтастай бір 2-3 облыстың халқының апатқа ұшырауына, ол ертістің бойында тұрған Семей, Өскемен, Кереку сынды қала халықтарының басқа аймақтарға көшіп кетуіне, сонымен қатар жаңағы Зайсан көлінің құрғап қалуына әсер етеді. Яғни үлкен бір масштабты деңгейдегі апат болады. Осының алдын алу үшін бір қандай да бір шешімдер жасалып жатыр деген ойдамын. Өкінішке орай Қытай әлемдегі жалғыз мемлекет Біріккен ұлттар ұйымының деңгейінде қабылданған трансшекаралық өзендерді реттеуге қатысты келісімге қол қоймаған. Яғни Қытай алдын ала білген, өзінің халқының санының артатынын, экономикаға судың қажет болатынын білген, сондықтан соны ескере отырып, 70-ші жылдары ол келісімді қол қоюдан бас тартқан. Егер де біз соның барлығына қарамастан, жаңағы Қазақстан Қытаймен екі елдің арасында бір мемлекетаралық келісімдер жасап алуға тиіспіз. Әрине Қытайға біздің тараптан жасалатын бір қандай да бір қысымның ешқандай деңгейі жоқ. Яғни біз экономикалық та, саяси да, әскери де қысым көрсете алмаймыз. Бірақ соған қарамастан бұл жерде бір енді дипломатиялық қарым-қатынас арқылы бұл мәселені реттеуге тырысу қажет деп ойлаймын. Екінші мәселе бұл өзіңіз қозғап отырған Ресей. Ресейдің мәселесі бұл жерде өте күрделі. Яғни біз білеміз, Ресейге жаңағы Жайық бар, Еділ бар, Каспий теңізіне келіп құятын осы деңгейдегі, мысалы, соңғы уақытта Каспийдің көлемі деңгейі түсіп келе жатыр. Биыл өте үлкен дау болды. Неге? Себебі Каспий теңізінің түбін тереңдетуге қатысты жұмыстар, Қашағанның бойында жұмыстар басталды. Яғни экологтар дабыл қақты. Егер де бұл Каспийдің түбін қаза беретін болсақ, онда жаңағы Каспий теңізіндегі фауна мен флораға біз биотіршілікке нұқсан келтіреміз деген. Бірақ Қазақстан тарапы оны амалсыздан жасап отыр. Неге? Себебі Каспийдің деңгейі соншалық түсіп кеткен, ірі кемелер жүзе алмайтын деңгейге жеткен. Яғни біз мәжбүрліктен тереңдетуге Каспийдің түбін сондай бір жұмыстар жасалып жатыр. Осының өзіне қарап отырып, Ресей тарапынан жасалып жатқан жаңағы су саясатына қатысты жасалып жатқан әрекеттерін бағандай білеміз. Қазақстан мен Ресейдің арасында 2024 жылға дейін осы жаңағы Жайықты бірлесе игеру және оның суының төмендемеуіне әрекет ету сынды құжаттарға қол қойылған, бірақ соған қарамастан су деңгейі түсіп келе жатыр. Башқұртстанның өзінде, мысалы,
осы өзендердің бойында дамбалар салынып жатыр. Қазірдің өзінде оны ауыл шаруашылыққа пайдалану негізінде Ресей тарап салып отыр. Сондықтан Қазақстан енді Қытаймен су мәселесін шешуде өте күрделі мәселе болатын болса, ал Ресеймен шешуге қатысты келген кезде енді мына біз Ресеймен қол қойған сансыз келісімдер бар, пайдалы, пайдасызы бар. Жаңағы Евразиялық экономикалық одақ деген экономикалық деңгейде, әскери деңгейде ОДКБ, мәдени және саяси деңгейде ТМД деген сияқты одақтарға мүшеміз. Осы одақтарды пайдалана отырып, Ресеймен жаңағы трансшекаралық өзендердің мәселесін шешіп алуға тиіспіз. Егер оны шешіп алмасақ, онда Каспийдің деңгейінің түсіп кететінін біз қазірдің өзінде көріп отырмыз. Батыс Қазақстанда қуаңшылықты қазір көріп отырмыз барлығымыз. Егер ол трансшекаралық өзендерді шешпейтін болсақ, онда оның қуаңшылықтың жаңағы деңгейі арта береді. Алдағы 5-10 жылда ол тіпті үлкен апаттарға әкелуі мүмкін. Енді соңғы сауал осы, жалпы осы аймақта су мәселесін шешуде қандай қайшылықтар бар және қандай қайшылық болуы мүмкін? Су мәселесін шешуге қатысты қайшылықтар, жаңағы бір ғана қайшылықты мысал ретінде айтып, ары қарай айтатын болсақ, ол көктемде өздеріңіз көрдіңіздер, Қырғызстан мен Тәжікстанның арасындағы қақтығыс. Бұл жолы қақтығыс өкінішке орай бас жарылып көз ғана шығып қойған жоқ, сонымен қатар жүздеген адамның өліміне әкеліп соқтырды. Яғни қайшылық сол су қоймасының басында басталды. Екі елдің шекара арасында орналасқан су қоймасының басында егін шаруашылығын қатысты суды бөлу кезеңінде осындай бір қайшылықтың пайда болуы біз сияқты мемлекеттерге үлкен сигнал. Бұл дегеніміз болашақта осындай қайшылықтар арта береді деген сөз. Қайшылықтарды шешуде келген кезде бір үлкен қайшылық ол шекараны анықтап алмау. Яғни Қырғызстан мен Өзбекстан, Өзбекстан мен Тәжікстан, Тәжікстан мен Қырғызстанның арасында шекара шегенделмеген. Шекара шегенделмеген деген сөзіміз, ана өзен менікі, ана көл бізге тиесілі, ана су қоймасы біздің территорияда тұруға тиіс деген сұрақ үнемі қозғала береді, және бұл үнемі шиеленістің артуына әсер етеді. Және ол шиеленіс өкінішке орай көктемде біз көргеніміздей тек қана сөз жүзінде емес, іс жүзінде қарулы қақтығыстарға да әкеліп соқтуы мүмкін. Сондықтан бұл қайшылықтарды шешіп алудың ең бірінші жолы ол шекара мәселесін шегендеп алу. Екінші жолы бұл су мәселелерін реттеуге қатысты арнайы 5 мемлекеттің арасында ортақ бір ұйым құру, немесе бір консультативтік жаңағы кеңес сынды құру, және су мәселелерін реттеуге қатысты осы кез келген сұрақты осы деңгейде дипломатия мәселесі бойынша шешіп алуға тырысу. Және үшіншісі ол дамыған мемлекеттердің деңгейіндегі мәселе, ол Қазақстанда ақырында осы мәселені енгізе беру керек, жаңа технологияларды қолдану. Яғни бұл дегеніміз тамшылатып суару деңгейін. Мысалы өздеріңіз білесіздер, жаңағы Израильде гидропоника дейді, немесе аэропоника дейді, яғни су тапшылығына қарамастан Израиль мемлекеті жаңағы ауыл шаруашылығын дамытып алған мемлекет дәл осы технологиялар арқылы, яғни тамшылату, суды үнемдеп қолдану. Бір ғана мысал айтатын болайық, мысалы Алматы қаласында бізде гидропоника орталығы бар. Мен өзім сонда барып жаңағы сұхбат алғам, сол жердегі азаматтармен кездескем. Онда біз бір күн суаратын сумен, яғни 40 литр суды олар бір айда жаңағы үлкен теплицада қолданады екен. Бір айда бір теплицаға 40 литр ғана су қолданады, ол аэропоника әдісі бойынша. Яғни дәл осындай әдістерді қолданып арқылы біз суды үнемдей аламыз. Өкінішке орай бұл енді экономикалық тараптан үлкен шығындарға әкеледі. Яғни бұл жердегі орталық Азиядағы мемлекеттердің экономикасы оны көтере ала ма, жоқ па деген мәселе тұр. Қазақстанның экономикасы біршама деңгейде көтере алуы мүмкін. Толық көтермесе де біршама деңгейде, әсіресе мына су тапшылығы жоғары деңгейде тұрған Батыс Қазақстан мен Қызылорда өңірі, Оңтүстік Қазақстанда мысалы осы технологияларды ақырындап біртіндеп қолдана бастау арқылы мүмкін шаруаларға арнайы субсидиялар беру арқылы осы технологияларды енгізу мәселесін көтеру керек шығар. Ал басқа мемлекеттерде, мысалы Өзбекстанның жаңа Қарақалпақстан аймағында немесе Түркменстанда бұл технологияларды енгізу қаншалықты іске асатынын экономикасына байланысты, және іске асыруға үкімет тарапы ниетті ма деген мәселе бар. Сондықтан су тапшылығы болашақта біз үшін өткір тұрады. Егер Қазақстан қазірден бастап қимылдамаса, онда біз тек қана дипломатиямен емес, болашақта саяси тұрғыдан, тіпті әскери тұрғыдан да осы суға қатысты шешімдерге көшуге немесе қақтығыстарға келуіміз әбден мүмкін. Көп рахмет, біраз мағлұмат алдық.
негізі енді ішкі су мәселесі жөнінде кезекті бір бағдарламада тағы да бас қосармыз. Ол да бір өз алдына үлкен тақырып. Жалпы су мәселесіне байланысты осы жөнінде осыған жауапты адамдарға да мен сұраныс жасап көрем, жалпы сұрап көрем осы мәселе бойынша. Көп рахмет, біраз ақпаратқа ие болдық. Жақсылықта жолығайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.